Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуіңізді сұранамыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кибатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Қызылорда облысында 21 адам қарбыздан уланып қалды. Қызылордада жаз басталғалы 21 адам қарбыздан ұшынып ауруханаға түскен. Мамандар қазір қарбыз жеу қауіпті деп дабыл қағуда. Өйткені құрамындағы нитрат мөлшері жоғары өнімнен уланып қалуыңыз мүмкін деп хабарлады Астана телеарнасы. Көрсе қызғарлық пен жегеннің соңы аурумен аяқталады. Мамандар бұл уақытта сауда сөрелерінде пайда болған қарбыздың өте қауіпті екенін ескертеді. Бірақ оған құлақ асып жатқанда аз дейді облыс санитарлық эпидемиологик департаментінің бөлім басшысы Меруерт Бидасова. Мамандардың айтуынша, сатып алу кезінде қарбыздың тұтастығына назар аударған жөн. Сондай-ақ ішкі бөлігін көру үшін кестіргенде дұрыс емес. Гигиеналық талаптарды сақтаудың маңызды екенін ескертеді. Дәрінің күшімен емес, өз уақытында піскен өнім шілденің соңында келеді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.